Canım, men жоқ кезде seni kim aydadı? Ешкім ренжіткен жоқ па сені? Мойкеге апардым ба жаным, келбезегім. Өзім қаламмен салып алған машинам ғой менің. Бір жерімде сызып алған жоқ па? Естеріңізге сала кетейік. Бұл көлікті біздің киномызды көргеніңіз үшін өз-өзіңізге сыйлай аласыз. Киноны көру үшін қазір дайрегіме плюс жібере салыңыздар. Вот. Не болса дейтін. Мынау ат. Азақ айтайын деген ғой. Алматыда болсаң ертең Мустангыңды алып шықсай, жарысып көрейік та. Или, чё там, қорқасың ба? Ей, брат, жарысқанда біріншіден машина құтты болсын, родной. Өте жақсы жинағансың машинаны. Бірақ сонда да өзіңнің андай ровесниктеріңмен жарыс. Е34-пен жарыс, Е30-бен жарыс. Батареяң турбасымен жарыс деген сияқты ғой. Просто бұл Мустанг та, брат. Дейтін аты бар да андай. Шабат та бұл. Бұл кісілер басқаша өрген да просто. Деген ғой. Мен түр салам. Ал мен дауыс салам. Дауысын салайын ба? Жоқ, мен салам дауысын. Вау! Кеттік. Қолым басылайды. Достар, BMW E36 шықты, білесіздер. Ертең Алматыда болам. Азақ айтайын деген ғой. Алматыда болсаң ертең Мустангыңды алып шықсай, жарысып көрейік та. Или, чё там, қорқасың ба? На чем едем? Ой, ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Ал біздер ауылға кеп қалдық. Мынау біздің ауыл Ащыбұлақ деген Анатольевке дейді. Қараңыздар, таудың жағасында орналасқан. Үй жаққа бар, тағы көрсетемін сіздерге. Мынау біздің центріміз. Сол, короче. Ой, мен тау тұр. Тау және үй. Тау үйді деп айтады.
Ауылды сіздермен таныстырайын алдымен. Міне. Мына жағымызда таулар. Мына жағымызда міне қора. Мына Жамбота бей. Қазір сіздермен малмен таныстырады. Рекс. Бұл Рекс. Бұның аты Рекс ағайын. Сер қора. Анаяқта ат қора. Сер қора, ат қора. Екі атпен кетеміз қазір. Екі атты аламыз да тауға шығып қойдамыз. Ал біздің үйдегі қара шағырықты атаның үйі, короче. Вот такое дело. Қазір тауға шығып бір-екі видео түсіреміз бе, балдар? Міне шөптер жинап тұратын. Вот, короче. Ал, мен бүгінгі образым міне шапқым бар еще. Осылай. Қазір ат алып келуге баратырмыз. Ат алып келіп ерді тоқымдап. Жамбота бар. Мен бар, Данияр может быть барады, болмаса Жамбота екеуміз тауға кетеміз. Ой, балдар. Ал біздер тауға қарай бет алдық қазір. Бұйыртса бір 10 минуттан жерге жетеміз. Тауды көрсем атты Жамбота бар. Екеуміз және итіміз бар. Аттың артынан қамай жатыр мына ит. Сол, короче, қатты жол киніп алдық. Қаладан шаршаған кезде ауылға келіп атқа мініп тауға қарай шығып қайтасың. Ой, кәдімгі рахат. Таза ауада ойың жинақтап жүргенге жақсы ойланып. Короче, мына жерге бір видео түсіруге келдік. Осындай жер ғой, короче. И видеоны түсіріп алдық, қазір салайын деп отырмын шамалдан кейін. Ал біздің айғырымыз. Айғыр танысып қой, кел. Сәлем қазір. Неге 05-ке қойын? 05-ке айтып қойымыз қазір. Өйткені 05-ке айтып қойатын. Міне біздің айғыр. Көрдіңіз бе? Бұның аты кім? Жамбота аты кім? Қара айғыр бұның аты. Қара айғыр. О, черный айғыр дейді. Черный айғыр, короче. Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн. Қалайсыздар? Бұйыртса қазір ініміз екеуміз қазір тауларға қарай бет алып баратырмыз ағайын. Қазір бұйыртса кешке тағы бір бауырымыз келеді. Шашлық жасайын деп жатырмыз ауылда. О, бұл жақсы демалыс болайын деп тұр. Ал, бісміллә, кеттік ал. Қояйық. Bitmez. Міне, Ашылбұлақтың 2008-2009-дар қайда? Палуандар, Біршен класстастарымен, қазір жиналып. Алтат болып жүрміз қазір енді. Осы тұрғанда. Ар жақтан да Қазақстан жігіттер келгені, міне. Мен қыз Кән. Екі очко. Атты білесір отыр. Здорово.